Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Астана қаласында командалық әлем чемпионаты өтіп жатыр. Біздің құрамамыз қатысты. Сол жердегі басты кейіпкерлермен таныстыруды жөн көрдім. Бүгінгі біздің ойыншымыз сол Денис Махнев. Оған қарама-қарсы Зviat Izori ойнап жатыр. Кеттік. Қазақстан, Америка. Т4, АТФ6, С4, Е6, Ж3, С5, Т5, Е7, С7, Д6, АЦ3. Алдымызда модерн бинони. Піл Е7, піл Ж2, патшаны сарайға кіргізді, АТФ3, кеме Е8, патшаны сарайға кіргізді, піл F8, ат Д2. Бұл жүйе енді өте қызықты. Ең басты мақсаты мына жерге атты қою және болашақта мына пілді мына жерге қойып мазасын алады. АТ6, кеме Е1, А4, әрине мынандай Б5-ті мүмкіндік бермеу керек, ондай Б5-ке. Ат Б4, ат С4, Е4, Б3, піл С4. Неге бұл піл С4 деп жүрді? Мен жалпы түсінбедім. Неге өткені? Бұл пілді берудің қажеттілігі бар болды ма, бұл жерде жоқ болды ма, енді Б5-ке өткізуге тұрысы керек па деген сияқты түсінбедім енді. Бұдан кейін енді Б5-ден кейін қалай ойнайды деген сияқты. Піл ат Д7, піл Б2, Ж6, F4, вәзір Д2, шах, патша H1. Әрине, мұна ат өте әдемі тұр, бірақ әдеміліктен не пайда? Қазақта жақсы сөз бар ғой, сұлуынан жылуы деп. Бұл жерде мына піліміз біздің артықшылығымыз. Орталықта ешқандай орталықты қопара алмайсың. Оң қапталды, мына вәзірдің қапталын А6 мысалы Б5 деп өткізуге мүмкіндік жоқ. Мына аяқтарда мысалы белгілі бір сәйкес жоқ. Былай қарасаңыз 2603 деген рейтингісі бар. Неге осында шешімдер қабылда түсініксіз, өткені қай жерде ойнаудың жолы жоқ деп отқан бұл. Вәзір F6, піл H3, бұлай Е5. Тура жаттығудағы бір партия болып көрінеді. Былай қарасаңыз қарсыласы кезінде өте мықты ойыншылардың бірі болған. Бұлай ат Е4, піл Д4, жедік, ат С5. Бітті. Осыдан кейін енді қаралардың жағдай өте қиын. Жедік. Бұлай кеме Е8 шах, жедік. Енді ең басты мақсатымыз біздің бұл жағдайды тыныштандыру. Біздің вәзіріміз ат пен кемеден артық. Және тағы да бір айта кететін жайт, мына жауынгердің артықшылығы. F5. Қарсыласты шықуға тырысамыз. F6, шегені қақтық. Вәзір F4 шах, вәзір Е5 шах, D6. Енді қараңыздар. Бұлай да кіргіміз кеп тұр. Бәрі жанында кіруге мүмкіндік бар. Бұлай және вәзір Е4. Бітті. Бұлай жүретін болсаңыздар, вәзір Е8 болады. Бұлай жүретін болсаңыздар, вәзір А8 болады. Бұлай жүрсеңіз арбасынады, бұлай жүрсеңіз өгіз өледі деген сияқты. Енді ойыны мен үшін түсініксіз болды бұл Зviat Izori'ның. Каналдағы видео орындайтын болса, каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.